16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі телекөрермендер. Біз жалпы өткен бағдарламамызда сақтандыру шарттарынан туындайтын даулар туралы сіздерге мағлұмат бергенбіз. Енді әрине бір бағдарламада біз барлық сақтандыру шарттары туралы айта алмадық. Сондықтан бүгінгі бағдарламамызды да жалпы сақтандыру шарттарынан туындайтын даулар, оның ішінде өмірді сақтандыру туралы сіздерге мағлұмат беріп өткіміз келеді. Енді жалпы біздің бағдарламаның басты мақсаты бұл халықты құқықтық сауаттандыру. Әр азамат өзінің құқығы мен міндеттерін білсе, ата заңымызға сай, оны қорғап, және бұл адамның өмір сүру сапасына да әсер етеді деп ойлаймын. Бүгінгі бағдарлама міне соған тікелей қарым қатынасы бар деп ойлаймын. Себебі өмірді сақтандыру бұл азаматтың өзінің болашағына деген, ұрпағына деген кепілділіктің бір түрі деп айтуымызға болады. Енді бүгін студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Ақтау қаласының нөмір 2 сотының төрағасы Бейсенов Рахымжан Сейішұлы және де Халық Лайф сақтандыру компаниясының өкілі Қойшығова Гүлнұр Беймұрзағызы. Қош келдіңіздер, құрметті студия қонақтарым. Енді жалпы сақтандыру туралы айтып отырық. Сақтандырудың өткен бағдарламада айтқанбыз біздер міндетті және ерікті түрлері болады деп. Енді Гүлнұр Беймұрзағызы, өзіңізден бастайық сөзді әңгімені. Жалпы өмірді сақтандыру деген не? Сол туралы бізге мағлұмат беріп өтсеңіз. Өмір сақтандыру дегеніміз, ол деген жалпы қазір деген аурудан және тұтынушы жағдайлардан өмір сақтандыру дегеніміз. Өйткені ол деген ауру жағдайынан, вообще айтқаным жаман аурулардан да, тұтынушы жаңа оқиғалардан, мана өзіңізде айтып отырғандай ДТП-лардан, сол уақыттардан адам деген өзінің өмірін сақтандырып қойса, сақтандыру компаниясы оның мұрагерлеріне төлем жасайды. Осыны сақтандыру өмірі деп айтуға болады. Сақтандырылған адамның өмірімен өз-өзінің өмірін сақтандырып қояды. Өмірі мен өліміне байланысты мүліктік мүдделерді қорғаудың бір түрі ғой сақтандыру дегеніміз, да? Былай айтсақ. Жалпы өмірді сақтандырып, біздің қоғамда енді шетелдік біз теледидардан фильмдерді көріп атсақ, сақтандыру олар үшін кәдімгі күнделікті өмірдегі болатын міндетті жағдай. Біздер үшін сақтандыру, міне біз тәуелсіздік алғалы, не алғалы міндетті болып келе жатыр. Өмірді сақтандыру қай кезде міндетті, қай кезде ерікті болады? Міндетті түрі ол деген жұмысшы өзінің жұмыскерлерін тұтынушы жағдайлардан сақтандырып қояды. Ол неліктен? Өйткені біздің жұмыс жасап отырған жеріміз қауіпті жағдайлары жұмыс жасайтын жерлердің адамдар бар. Адам деген Помбурда жұмыс жасайды. Помбурда енді өзіңіз білесіз, өте қауіпті жағдайда. Ол деген өйткені неге үңгірге түскен кезде оның үстіне бірдеңе құлап кетуі мүмкін, трос үзіліп кетуі мүмкін. Үңгірдің ішінде ауа жетпей қалып, ауа жетпей қалған жағдайда тұншығып қалады. Сол жағдайларда оның бірдеңе болып қалған жағдайында сол кезді сақтандырып қою керек. Сақтандырып қою керек деп отырып. Міндетті жағдай сақтандырып қойғаны. Ерікті жағдайымыз дегенде, ол деген жаңа несие алған кезде, банктен несие алған кезде қарыз деп есептеледі, сол ерікті жағдай болып есептеледі. Банктен қарыз алған кезде жаңағы өзіне ол адамның қолайлы дейсіз ғой, сақтандырып қойған ерікті. Өзіне қолайлы, өйткені он бірдеңе болып қалса төле алмайтын жағдайда сақтандыру компаниясы, мұрагерлеріне сақтандыру компаниясы өтім жасайды. Бірақ ол барлық несие бойынша емес, жаңағы өзінің еркің бар, ерікті. Ол
қысқа мерзімді сақтандыру несиелер бойынша көп жүретін сияқты да осы. Негізі сақтандырусы жаңа несие алатын кезде ол 1 жылдық сақтандыру деп айтылады. Өйткені қараңыз, автонесиесін алғанда, ипотека несиесін алған кезде оны деген сақтандыру компания тек 1 жылға қояды. 1 жылдан кейін ол договордың шартын жалғастырады. Шартқа байланысты. Қайтадан жалғастыруда. Пролонгация жасауға мүмкіншілігі бар дейсіз ғой. Енді Рахымжан Сейішұлы, өмірді сақтандыруға байланысты бізде қандай даулар қарастырылады? Жалпы мына сақтандыру айтылып кетті ғой, жаңа сақтандыру, жаңа ерікті, міндетті деген. Ерікті бір жерде тек қана несиеге байланысты емес, кез келген тұлға өзінің өмірін, денсаулығын сақтай ғой. Енді бұл жерде мына болады, мысалы, футболистер өзінің аяқтарын, мысалы, жүгіретін нелер өзінің несін, мына духи шығаратын, парфюмерия шығаратын мамандар өздерінің мұрындарын, мысалы, сезбей қалса, ондай сақтандыру. Кез келген сақтандыру жасап, ол деген бұл жерде айтқан өзінің өз еркімен жасалған. Сол себепті бұл жаңа айтып кеткен дау қарайтын болсақ, дауларда көбісінде енді сотта қарайтын тәртіп болса, бұл жерде міндетті түрде ең бірінші сотқа дейін келісімшарт жасақталды, сақтандыру компания төлем жасамады, ол бірінші сақтандыру компания жүгіну керек, ол деген бас тартқан жағдайда, немесе ол қандай болса келіспеген жағдайда осы шарттың немесе жаңағы сақтандыру компаниясын ұсынған төлемдеріне келіспеген, сонда сол бойынша тек жауап алғаннан кейін ғана сотқа жүреді. Және бұл сақтандыру бұл даулар бойынша жауапкер ретінде бұл жерде сақтандыру компанияның кез келген Қазақстанды алатын болсақ, бұл жерде әр облыстың өкілеттілігі бар, филиалдар бар. Сол бойынша сол өкілеттіліктің немесе жаңағы филиалдардың орналасқан жер бойынша қаралады. Енді бұл жерде қарайтын болсақ, жаңағы бізде білесіңіз, бізде нотариустер жұмыс жасап отыр, оларды міндетті түрде сақтау, және жеке сот орындаушылар қалады. Енді біздерде кез келгенде сақтандыру әрине келісім шартын оқыған кезде солмен дұрыстап оқып, өзінің ұсынысы кейбір кезде сақтандыру компания төлеп жасайды деп жатқан, кейбір төлемейтін кезде де болады, себебі келісім шарт болса, оның талаптарына сай келмейді. Мен бір ұсыныс айтып кеткім келсе, бір мысал ретінде біздің Ақтау қаласында бір нотариус жаңағы сақтандыру компаниясынан қылмыс жасап, өзінің жұмысына байланысты сотталып кетті. Және мына жаңа жеке тұлға сол нотариустың іс әрекетінен маған зиян келтірілді деп нотариустың іс әрекеті міндетті түрде сақтандыруға жатады. Сол сақтандыру компаниясынан ақша өндіруге талап қойған болатын. Енді біз сот қарадық, жалпы Қазақстан Республикасының біз ол сақтандыру бас тарту туралы шешім қабылдады. Не себепті? Себебі қылмыс жасау, нотариустың іс әрекеті қылмыс жасау қасақана болғасын. Бұл жерде тек қана қасақана емес, оның қасақана тіке қылмыс жасауына байланысты қасақана қылмыс жасаған үшін бұл жерде сот бас тартты. Себебі сақтандыру келісім шартын қараған кезде бұл тек қана нотариус тіке қылмыс жасаған кезде бұл сақтандыру компания босатылады деп көрсетілген. Сол себепті сот бас тарту туралы шешім қабылдады. Нотариустер және бұл жерде тағы да қазір көп тұлғалар жағына енді қазір кез келген затты деген бөліп төлеу басқа да келісім шарт шықтап отыр. Дүкендерге барсаң, біз Сулпаққа барсаң, мечтаға барсаң, бұл жерде келісім шарт арқылы кредит несие береді, 24-12 айға бөліп берген кезде де бұл жерде несие арқылы, банк арқылы жүргізеді. Ол ерікті деп аталады, бірақ оны бәрібір міндетті. Бұл жерде бізде бір мысалы жарамсыз деп тану туралы не берді, себебі мен несие алған кезде мен оны деген білген жоқпын, мен сол сақтандыру компанияға ақша төлеуім керек екендігі жөнінде. Осы жаңа сақтандыру үшін де бұл ақылы болғасын, соғанда жаңа ана кредиттің үстіне тағы да кредит қосып жіберіп, барлық сомасы несие берген болған. Енді біз іс қарау барысында бәрі анықтадық, себебі бұл жерде ең бірінші бұл ерікті келісім шарт болды. Екіншіден жаңа сақтандыру компания өкілі және дүкен, банктың өкілдерін шақырған кезде біз бәрін түсіндірдік. Осындай болады, несие алсаң осылай болады, одан кейін осындай болады болған жағдайда деп.
және бұл өзінің арыз жазған, осындай несие алам, ерікті түрде деп бәрін көрсеткен. Сумма несие алған, оған екі несие болған бұл жерде. Жаңағы товар алуға несие және жаңағы сақтандыру келісімшарт бойынша жалпы несие қосып жіберген. Сол бәрінде құжаттарын қол қойылған, түсіндірілген, бәрін түсіндіріп, бәрғанда түсіндіргесін сот бұл тұжырымға келді. Несие алып жатқан кезде, жаңа сақтандыру келісім қол қойған кезде, ол ешкім оны алдаған жоқ, және өз еркімен қол қойды деп тұжырым қойылып, бұл жөнінде де бас тарту туралы шешім қабылданған болатын. Түсінікті. Жалпы енді Гүлнұр Беймұрзақызы, сіз айтып өтіңізші бізге, несие туралы айтып отыр ғой. Несие алғанда сақтандыру неге маңызды? Маман ретінде бізге айтып өтсеңіз. Қазір негізі деген өзіңіз білесіз, өмір ұзақ. Өмір ұзақ болғанымен де қайғылы жағдайларды көп. Әрбір отбасының жағдайларынан өткен заттар бұл дегенде көбінесе. Сол үшін қазір алдын ала оны деген банктер жаңа несие беретін кезде оны алдын ала алу үшін міндетті қылып сақтандырылып алыңыз дейді. Сақтандыру алған жағдайда сіз өзіңіздің отбасыңызды сақтандырып қойдыңыз. Өзіңіздің өміріңізді сақтандырып қойғанымен, сақтандыру компаниясы мүмкін сіздің өміріңізге жаңағы не бермейді ғой, енді сенімділік дегендей. Бірақ та негізі өз мұрагерлеріңізді, отбасыңызды сақтандырып қойған жағдайда сіздің мұрагерлеріңізге бұл кішкене жеңілдік деп айтам. Өйткені деген қиын жағдайға түсіп кеткен кезде адам одан кетіп қалған жағдайда мұрагер деген басын ұстап айтады ғой, мен қазір деген мына несиені қалай өтеймін деп. Мен қазір жұмыссызбын. Көбінесе әйел адамдар өзіңіз білесіз, бала бағып үйде отырады. Осындай жағдайларда сол кезде сақтандыру компанияға бұлар келіп арызданады. Бізде мен жолдасымда осындай несие болып еді. Сіздің сақтандыру компанияда ол деген сақтандырып тұрған екен. Соң келіп мен арызын қабылдауыңызды сұраймын деп. Сол қабылдаған кезде біз деген 14 жұмыс күн ішінде қарастырамыз. Ішінде жеткіліксіз құжаттар болатын болса, біз оның ресми түрінде кәдімгідей үйлеріне хат жібереміз. Осындай құжаттарыңыз жеткіліксіз, төлем ақысын жіберу үшін біз деген осындай құжаттарыңызды алып келуіңізді сұраймыз деп өстіп толық анықтамасын жазып береміз. Сонда сақтандыру компаниясы төлемді сіздер жаңағы құжаттары барлығы түгел болса, неше күнде өтейсіздер? Түгел болса 14 күн ішінде, 14 жұмыс күнінің ішінде төлем жүргізесіздер. Өйткені оны деген бізге тіркеу шамасы бар да, өзіміз бізге Ақтауға хабарласса, Ақтаудың несіне қыздар менеджерлері ішінде тіркейді бұл құжаттарды. Құжат тіркегеннен кейін оны деген бізде Алматыда деген отдел выплат деген бар. Олар басқарып жалғасын қарап бастайды. Қандай құжат келді, қандай құжат келген жоқ. Ол құжаттың ішінде не туралы жазылып тұр, не заттан қайтқан жазылып тұр. Соның бәрі деген қарастырылып, содан кейін барып төлем ақысын жүргізеді. Бұл деген тек несие алғанда емес, енді әртүрлі жағдай болғанда да сақтандырып қояды адам өзінің өмірін. Өзіңіз көріп отырсыз қазір алдында енді шетелге кеткендерді де сақтандырып қояды. Адам деген өз өмірін. Шетелге кеткендер оларды да ерікті. Жоқ, ол да ерікті. Өйткені деген мен шетелге кетіп бара жатқанда қандай жағдайға мен ұшыраймын, оны ешкім білмейді ғой. Шетел деген ол шетелдің азаматы. Қазір мына тур агенттіктердің барлығы міндеткізеді, негізі, бірақ та бұл ерікті деп айтылады. Ерікті деп аталады, бірақ олар міндетті, бұл шарт сақталмаса, біз сізді жаңағы алмаймыз клиент ретінде дейді. Өйткені визалық дәрежелері бар жаңағы. Виза алу үшін міндетті талапты оны деген посольстводан өткізу керек. Өйткені ол сақтандыру полисі болмаса, виза берілмейді. Медициналық сақтандыру және өмір сақтандыру екі виза болу керек. Өмірді сақтандыру міндетті себебі. Ерікті деп аталғанмен оны міндетті жасатады. Міндетті жасатады, өйткені қазіргі көп жағдайлардан осындай алдын алып жатырды. Дұрыс. Жалпы енді аннуитеттік төлемдер жасалды дейміз, аннуитеттік компаниялар деп жатамыз. Көбіне сақтандыру компаниялары аннуитеттік тарап ретінде, жаңа төлеуші ретінде шығып жатады ғой бізде істер бойынша. Үшінші тұлға ретінде. Енді бұл өмірді сақтандыру бойынша ғой.
Иә, бұл деген жұмыс беруші өзінің жұмыскерін сақтандыру туралы ғой. Сол кезде жаңа қиын жағдайға түсіп қалған кезде жұмысшысы сол бұл деген жаңағы мұрагерлік жаңағы мүгедектік ала ма, сотпен жаңағы анықталады ғой, мысалы жоғалтылған еңбек ақысы төленіп отырсын, өзіне не инвалидность алып қалса, не басында деген негізі сотпен анықталмайды ол деген. Өйткені қараңыз, жұмыс беруші өзінің жұмыскерін сақтандырып қойды. Ол жұмыскері жаңа айтып отырғандай бір жағдайға тап болды, жазатайым оқиға. Жазатайым оқиға тап болды. Ол жазатайым оқиғадан кейін жұмыс беруші департамент трудага хабарласады. Осындай жағдай болып жатыр деп. Сақтандыру компанияға оларды 3 күн ішінде хат жібереді. Осындай жұмыскермен кейде сотқа бармай өздері шешеді. Жұмыс беруші айтады, мен 100% кінәлімін, маған 100% несі төлену керек. Мысалы. Ол кезде енді дау болмайды ғой ешқандай. Ол кезде дау болмайды. Содан кейін бізге деген хабарласқан кезде біз хатпен шығамыз. Осындай бізге құжатты тапсырыңыз деп. Сол жағдайда жаңа акт тапсырылады, акт N1. Оның деген жаңа акт спецрасследование департамент труда жүргізгеннен кейін шығады. Акт тапсырғаннан кейін бұл түгел құжатын оформление жасап, аннуитеттік шарт жасаймыз. Ол аннуитеттік шарт айтып отырмын жаңа мүгедектікке болады, немесе қайғылы жағдайға жоғалтылуына байланысты жанұясына төледі. Ол төлемдерді сіздер ары қарата сіздер төлеп отырсыздар. Өзіміз төлейміз. Если мүгедектікке шалдығатын болса, онда мүгедектіктің біз деген проценттерін қараймыз, жалақысын қараймыз. Сол уақытқа біз оған деген оған мүгедектік 1 жылға берсе, біз 1 жылдың төлем ақысын өтейміз. Оның пайызы деген 30-дан жоғары болу керек мүгедектіктің несі. 30-дан 100-ге дейін. 5-тен 29%-ға дейін оны жұмыс беруші өзі өтейді. Кейде жаңа жұмысшылар келіспей, жаңағы сотқа келіп жатады, одан кейін соттың шешімі шығып жатады, соттың шешімінен кейін сол соттың шешімімен анықталып, жаңағы кінәлі пайыздық мөлшерде, одан кейін барып қайтадан сол аннуитеттік компанияларға да жолданып жатады ары қарата төлеуге. Сосын олар жаңа күн өткеннен кейін жұмысшылар жағдайым нашарлап кетті, қайтадан тағы төлемдер, жаңа медициналық барып ем алдым қосымша, бәрін сөйттім, бүйттім деп жаңа жұмыс берушіні береді, 3-ші тұлға ретінде сіздерді де көрсетіп беріп отырады аннуитеттік компанияны. Жаңа қосымша шығындарды өндіру туралы. Қосымша шығындарды өндіру, бірінші олар деген бізге арыз береді. Арызданғаннан кейін біз оларға жауап береміз, жаңа 14 күн дегенде. Ішінде медициналық сараптамаға бұлар сілтеме жасайды ғой. Сілтеме жасаған кезде біз деген ішінен акт сұраймыз, жаңағы выпискалерді сұраймыз, чектерді сұраймыз. Оның бәрін оригинал түрінде бізге тапсыру керек. Сол уақытта біз қарастырыламыз. Ол деген жаңа сверхгарантированный медицинские расходы деген бар. Соның несіне асып кететін жағдайда біз асқан несін өтей төлейсіздер. Сол жағдайларда. Немесе жаңағы жұмыс беруші айтып отырмын, жұмысшысы оның жаман жағдайға түсіп қалғанда кейбіреулер деген аяқтарын жоғалтып жатыр, көздерін жоғалтып жатыр, қолдарын, аяғын жоғалтып алған жағдайда олар бізге протез салдырғым келеді. Сол протезді маған сіз өтейсіз бе деп арызданған жағдайда біз оған тоже жауабын береміз. Протезді өтейміз, өткенін деген справкасында көрсетіледі. Жаңа қосымша справкалары бар, беретін МСЭК-тің сол ішінде көрсетіліп тұрады. Протез деп. Ол протезді біз деген жаңағы 1500 МРП-дан асырмау керек. 1500 МРП-ға дейін біз оны Қандай жағдайда төлемдер төленбейді сіздерде? Қандай жағдайларда төленбейді? Адам өз-өзіне өмірінің қол жұмсағанда, жаңағы нашақорлыққа, алкогольді ішіп алып, рөлге отырып, автокөлігімен кеткен кезде, оқыс жағдайға түсіп қалған жағдайда медициналық сараптаманы өткен кезде ішінде алкогольдің процентін определяется. Осындай алкогольдің проценті болатын болса, оны сақтандыру компаниясы мүмкіндікте сразу бас тартады. Төленбейтін жағдайын сөйтіп хат бойынша ескертеді. Төленбейтін жағдайдың тізбесі сіздерде заңмен белгіленген ба?
оның бәрі заңмен белгіленген, ол даже договордың шартында көрсетілген. Шартта Қай негізінде жағдайда сіздер төленбейді, қай жағдайда төленеді. Дұрыс. Енді Рахымжан Сейішұлы, бұл санаттағы істер бізде қаралды ма? Санаттағы істер қаралды. Жаңа айтып кеткенде жалпы көп емес, жалпы болып тұрады. Енді жаңа өмір сақтандыру, енді бүгінгі күні айтып отырмын. Көбіне көп бізде өмірді сақтандыру бойынша жұмысшылар мен жұмыскердің арасында. Жұмысшылар мен жұмыскердің арасында болады. Жаңа айтып кеткенде. Сақтандыру компаниясы ол үшінші тұлға ретінде шығып отырады бізде. Осы жұмыс пен жұмыс беруші қатысуға міндетті түрде шақыртамыз. Сақтандыру компания келісімшарт жасаған болады. Себебі кейбір кезде болмайтын болады. Міндетті болғанымен де кейбір мекемелер келісімшартқа отырмаған. Онда тек қана екеуінің арасында болады. Жұмыс беруші мен жұмысшының сақтандыру компанияға тиісті болса, онда міндетті түрде сақтандыру компания үшінші тұлға ретінде шақырылады. Енді бұл жерде айтып кеткенде жаңа өмір, денсаулығына сақтандыру несиеге күнделікті несие алады. Мысалы, ауырып қалады, жаңа мүгедектік болып қалады немесе көз жұмған жағдайда бұл жерде жауапкерлер, кредиторлар жаңа қалған мұрагерлеріне талап қойылады. Сол кезде бұл жерде енді қолайлы, себебі осындай төлем жасаған кезде кредиторлар мысалы несиені төлемеген жағдайда, төлей алмаған жағдайда, мысалы жұмыстан шығып қалды, ол жерде жұмыстан шығып қалды дегенде бар, қандай да жұмыстан шығып қалды, несие жаңағы мүгедектік болып қалды. Сондай кезде бұл жерде толықтай сақтандыру компаниясы жұмыстан сол сумманы өтейді. Сосын тағы да бір несін айтып кететін бұл жерде, егер мерзімге дейін несиені жабатын болса, сақтандыру компаниясы бұрынғы төлеген ақшаны қайтып беретіндігі бар. Ол да көзделген шарт бойынша, ол да бар. Енді бұл жерде жаңа қарайда келісім шартты жарамсыз деп тану және төлемдермен келіспей қою көбісі талаптар бойынша. Жалпы мен айтқым келетіні, рахмет құрметті студия қонақтары, жалпы енді мен айтқым келетіні, Гүлнұр Бемұрзаевнадан сұрағым келеді. Қазір халық денсаулығын сақтандыруға, ерікті түрде өмірін сақтандыруға келе ма? Бар ма? Бізде халықта құқықтық сана сезім ашылып, бұрын енді жаңа айттым ғой да әңгімеміздің басында, бұрын бізде Совет кеңес дәуірінде артынан тәуелсіздік енді ол бізге беймәлім түсінік еді бұл. Беймәлім түсінік. Бірақ шетелдік фильмдерді қараса, жаңа сақтандырулар төлем төлеп атады. Сосын жаңа сақтандыру компанияларының өкілдері жақсы тұрады ғой. Оларда бір өздері клиент іздеп шығып жатады. Жаңағы не киноларды қарап отырсаңыздар, фильмдерді де, ол сақтандыру компаниясында жұмыс жасайтын адам, оларда бір жақсы тұлға, ол бір жақсы не. Біздер әлі сол сана сезімге енді келіп жатырық қой. Сол сұрағым келіп отырған, сіздерде қалай қазір азаматтар, біздің Қазақстан Республикасының азаматы тәуелсіздік алғанымызға міне 32-33 жыл болды, адамдардың сана сезімі ашылды ма? Бұрынғыға қарағанда негізі ашылды. Өйткені мен деген бұл сақтандыру компаниясынан 2007-тен берге жатырмын. 2007-тен берге жатқанда ол кезде енді жаспыз ғой енді. Жас болғанымен де осы сақтандыруды біз жұмыс орнына барып, адамдарға деген осы сақтандыруды сатып, сату үшін біз деген оны сақтандыру не екенін түсіндірген кезде, олар деген, ой, бізге керек емес сақтандыру, оны не істейміз, мен сен сақтандырып болсам, менімен бірдеңе жағдай болып қалады ол деген деп, осындай сөздерден көбінесе мен өттім, ондай жағдайлардың. Қазір негізі осы 3-4 жылдай адам өзінің өмірін ерікті қылып сақтандырып жатыр. Өйткені түсініп жатырған жағдайлар өте көп болып жатыр. Олар әртүрлі жағдайларды көрген кезде отбасы, жаңағы туыстары, бай қуатты адамдар көбейіп жатыр ғой қазір. Туыстары, тумалары өздері енді жаңағы көріп отыр ғой, ақша алғандарын, жаңағы сақтандыру компаниядан көмек болғаны, оның бәрін көргендіктен бұлар деген кішкене қазір деген өздерінің қаржылықтарын арттырып, сауаттылығы арттырып, өздері еркінмен келіп, қуантарлық жағдай тұрып жатыр. Құрметті телекөрермендер, осы жерде қысқаша бір мысал айтқым келеді. Біз жақында ғана бір іс қарадық, азаматтық іс. Бір азаматша несие алады, несие алғанда оған банктегі қызметкер ерікті сақтандыруды ұсынады. Ол асығып бара жатады да, жақсы алсам ала салайын деп ерікті сақтандыруды алады. Сол алғаннан кейін ол кісі сол 6-7 айдың ішінде несиені төлеп жүрген кезде ауыр жол көлік оқиғасына тап болады. Жол көлік оқиғасына тап болып мүгедектік алады. Бірінші дәрежелі инвалидный коляскаға отырып қалады. Содан кейін бар, ол ерікті сақтандыруда ол өзі жанымен алысып кетеді, түрлі операцияларға түседі бірнеше рет. Артынан ол есіне түседі, ол мен ерікті. Ана несие алған банк бұған қайта-қайта
хабарлама жібереді ғой, несиеңіз төленбей жатыр, мынандай пеня өсіп кетті, жаңа өсімпұл. Бұл есіне түседі ерікті сақтандыру жасағанын. Соны сақтандыру компаниясына барады, сақтандыру компаниясы бұл кісіге бас тартады. Сіздің уақытыңыз өтіп кетті дейді. Сіз осы жол көлік оқиған. Алайда сот қарап, біз енді заңдылық пен әділдік тұрғысынан, біз тек қана заңдылық тұрғысынан қарамаймыз ғой істі. Азаматтық кодекстің талаптарына сай, процесстік кодекстің талаптарына бізде заңдылық және әділдік деген қағида бар. Сол қағиданың негізінде судья жаңағы, ондай көп те ақша емес, 700-800 мың ау деймін, сол миллиондай алған, соны өндіріп берген сақтандыру компаниясына. Біз апелляциялық сатыда күшіне қарап, күшінде қалдырдық. Ол адам жаңа инвалидный коляска дейміз ғой, соған мүгедектік коляскасына таңылған адам екен, сотқа келген өзі жылап рахметін айтып, сол жаңа сақтандыру компаниясына да біз түсіндіріп айттық, соны міндеттеп жаңағы төлемдерді жасауды. Міне ол сол қарапайым азаматтың жаңағы сол банктың қызметкері қоймап еді, соны жасай қойып едім дейді. Сол жаңағы енді несиесін жауып беріп отыр. Ол негізі дұрыс шарт қой енді. Я мен өзім де айтып отырмын, өзім сақтандыру компанияда жұмыс жасағанымен, өзімнің болашағым, балдарымнан болашағын ойлағандықтан, өз өмірімді, балдарымнан өмірлерін сақтандырып қойғанмын. Өйткені бәрібір сол ақша кетіп жатады дейсіз ғой да, білдірмей жайлап жарнасын төлеп отырсаңыз, той дейді, жаңағы қыдырыс дейді, әртүрлі отырмас, әртүрлі нелер бар. Ол сірәді ол ақша кетіп жатыр да, ол жаңағы өзіміздің киімімізге, бәр затқа ол деген жұмсалып отырған зат, сондықтан ол деген 10 мың теңге, 20 мың теңге, мен ойламаймын ол деген көп бір жаман қиындық алып келеді дегендей. Сол үшін адам өз өмірін деген сақтандырып, өзінің болашағын, балдарының, отбасының болашағын ойлау керек. Кішкентай болса да әйтеуір жаңа сақтандырып өзінің өмірін аймай төлеп тұрса да болады. Рахмет, студия қонақтарына үлкен рахмет айтамыз. Құрметті телекөрермендер, келесі кездескенше күн жақсы болғай.